Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздермен осындай жылдам жасалатын донер салаттың рецептімен бөлісемін. Өте оңай, жылдам жасалатын әрі дәмді, тойымды салаттардың бірі. Балаларға жаңағыдай донер есебінде жасап беруге де болады, дастарханға салат есебінде қоюға да болады. Бұйырса алдағы жаңа жылға жақсы идея деп ойлаймын, жасап көріңіздер. Алдымен донерді аламыз, яғни мен дөңгелек донерді алдым. Соны ортасынан бір бөлдім. Сіздер егер жаңағыл десеңіздер, үлкен болады десеңіздер, шағындап алуға да болады. Мінекей осылай ортасынан бір бөлгеннен кейін осыны кәдімгідей ораймыз. Мінекей осындай қылып ораймыз. Осы үлкен қылып алуға да болады. Я болмаса бұның да ортасынан бір бөліп, осындай кішкене шағын қылып бөліп салуға да болады. Мен осындай қылып бөліп алдым менде. Бұны енді не қылу үшін, яғни ашылып кетпес үшін, және мен зубочисткімен жауып не қылып қойдым, қыстырып қойдым. Бірақ піскеннен кейін бұны зубочисткіні міндетті түрде алып тастау керек, өйткені жеп жатқан кезде балалардың аузына кіріп кетуі мүмкін. Одан кейін сыртына бұл қатып қалдыру үшін сыртына жұмыртқаны жақтым. Жұмыртқаның ағым болсын, сарысын болсын, бәрібір осы жұмыртқаны сыртына жағып шығамыз да, негізінде тік күйінде, яғни тігінен қойып, газдың астына азғантай уақытқа қатырып алу керек. Шамалы ғана уақытқа қоясыздар да, қатырып аласыздар. Одан кейін оған кәдімгі оливье салаттың рецепті сияқты барлық нәрсеңізді, қолдарыңыздағы басқа салаттың рецепті болса да бола береді. Барлық тура боламыз, жұмыртқамызды, картопымызды, және мен горох қостым, сәбіз қостым. Сондай өз қалауларыңызша ішін салаттармен толтырып салсаңыздар да болады. Олған және жоқ, бәрібір қандай салат болса да, бастысы тойымды әрі дәмді болып шығады. Мінекей мен барлығын осылай қостым да, араластырып, майонез қосып араластырып шықтым салатымызды. Содан кейін бұларды енді жаңа дайын болған мінекей лавашымыздың ішіне саламыз. Барлығын толтырып салып, әдемілеп, сыртын жұмыртқаның сарысын үккіштен өткізіп алып, бетіне, яғни сонымен әрледім. Жаңағыдай укроппен, әртүрлі нәрселермен әрлесеңіздер болады. Өте әдемі болып тұрады дастарханға қойған кезде. Мінекей осы жұмыртқаның сарысына негізінде осы әрлеп алуымыз керек. Қолдың жұмыртқасы болса сап-сары болып тұрады. Мінекей осы не қылдым да, септім де, әдемілеп, бетіне азғантай укроп сеуіп қойдым әдемілік үшін. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді әрі тойымды салаттардың бірі. Әрі бұның балаларға донер есебінде жасап берсеңіздер де болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, видеомды соңына дейін қарап кетіңіздер.